Көп адамдар балаға берілетін ең жақсы бастаманы сұрайды. Бұл қымбат емес, ата-ананың махаббаты. Отбасының бақыты қиындықта бір-бірін кінәламау. Ұрыс ортасында өскен бала қорқынышпен өмір сүреді. Махаббатқа бөленіп өскен бала жақсы қарым-қатынасты көріп, сенімді болады. Әкесінің анасын жақсы көруі ең керемет тәрбие. Отбасылық атмосфера бала мінез құлқының топырағы. Балаңыз ашулана ма? Отбасыңызға қараңыз. Бала отбасылық ортаның көрсеткіші. Ұрыс көп болса, мазасыздық болады. Үйде немқұрайлылық басым болса, бала қашуды үйренеді. Біз көп ақша жұмсаймыз, жан дүниесінің топырағын ұмытпауымыз керек. Тәрбие бір ағаштың екінші ағашты тербеуі. Ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынасты дұрыстаңыз. Отбасында дауыл тұрса, бала қалай өседі? Тату отбасы бай болуы міндетті емес, еркіндік сезімі керек. Бұл сезім балаға қателесуден қорықпауға мүмкіндік береді. Ата-ананың байсалдылығы отбасының берекесі.